Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз сіздермен 6-шы сабақты бастаймыз. 6-шы сабақтың тақырыбы мектептегі өмір. Жаңа тақырып бойынша бізге жаңа сөздер берілді. Жаңа сөздермен танысайық. Дайындал, қайтала, сөйле, үзіліс. Енді балалар бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада тыңда, сұрақтарға жауап бер дейді. Ол үшін бізге мәтін берілген, мәтінді жақсылап оқимыз. Мектепте сендер білім аласыңдар. Әр сабақтан кейін 5-10 минуттық үзіліс болады. Үзілісте оқушылар мектеп ауласында демалады. Үзіліс кезінде мектептің ішінде жүгіруге, секіруге, айғайлауға болмайды. Балалар мәтінді оқып аяқтадық. Егер мәтін түсінікті болса, астындағы сұрақтарға назар аударайық. Астында 2 сұрақ берілген. Үзіліс кезінде не істейсің? Оған мәтін бойынша жауап береміз. Үзіліс кезінде мектеп ауласында демаламын. Екінші, үзіліс кезінде не істеуге болмайды? Үзіліс кезінде мектептің ішінде жүгіруге, секіруге, айғайлауға болмайды. Келесі бізге 2-ші тапсырма берілген. 2-ші тапсырмада суретке қара, тірек сөздерді қатыстырып, әңгімелеп айт деген тапсырма беріліпті. Енді бізге сурет берілген, суреттің астында тірек сөздер бар. Тірек сөздер қайталады, сөйлесті, дайындалды, үзілісте, сүртті. Осы тірек сөздерді пайдаланып, біз суретке қарап, қысқаша әңгімелеп беру керекпіз. Мысалы, қазір үзіліс кезі. Үзілісте Айша тақтаны сүртті. Асан мен Мұрат өзара сөйлесті. Мен қазақ тілі сабағына дайындалдым. Әлібек үй жұмысын қайталады деп қысқаша әңгімелеп берер едім. Егер де сіз өзіңіздің фантазияңызды қосып, басқаша қылып әңгімелеймін десеңіз, өз еркіңіз, бірақ та ескере кететін жайт, астында берілген тірек сөздерді міндетті түрде қатыстырамыз. Қайталады, сөйлесті, дайындалды, үзілісте, сүртті. 3-ші тапсырма. Оқы, үлгіге қарап, сұраққа жауап бер. Бізге мәтін берілген, сол мәтінді мұқият оқып шығамыз. Мектеп бізге білім береді. Мектепте ең маңыздысы сабақ уақыты. Оқушылар мектеп ережесін сақтауы керек. Әр сабақтан кейін үзіліс болады. Үзілісте олар мектеп асханасынан тамақтанады. Сабақтан кейін өз істерімен айналысады. Енді сұрақ берілген астында. Сабақтан кейін не істейсің? Бұл сұраққа жауап беру үшін біз үлгіге қараймыз. Үлгі. Үзілісте не істейсің? Үзілісте келесі сабаққа дайындаламын. Бізге берілген сұраққа дәл осылай үлгідегідей жауап беру керекпіз. Бізге берілген сұрақ. Сабақтан кейін не істейсің? Сабақтан кейін өз істеріммен айналысамын деп жауап берсек болады екен. 4-ші тапсырма. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. Сөйлемдер құрап жаз. Яғни бізге 4 сурет берілген. Осы суреттерге сөйлем құрауымыз қажет. Және бізге сұрақта беріліпті, сабақта не істейсің? Мен сабақта жазу жазамын. Мен сабақта есеп шығарамын. Мен сабақта кітап оқимын. Мен сабақта достарыммен ақылдасамын. Мен дене шынықтыру сабағында футбол ойнаймын. Мен сабақта спортпен шұғылданамын. Келесі сұрақ.
сабақтан кейін не істейсің? Мен сабақтан кейін домбыра үйірмесіне барамын. Мен сабақтан кейін отбасыммен демаламын. Мен сабақтан кейін шаңғы тебемін. Осылай сөйлемдер құрасақ болады. Немесе өзіміз сұрақтарға басқаша етіп жауап берсек болады екен. Балалар, осымен біз бүгінгі сабақты аяқтадық. Сау болыңдар.